Біздің департаментімізбен мәңгілік өшпес полкіне арналған стенд 2 жыл қатарынан өткізілді. Стендте департамент қызметкерлерінің аталары, соғыс ардагерлерінің суреттері ілінген. Соның ішінде менің атамның да суреті бар. Бұл соғыс ұрпақтардың есінде мәңгілік қалады. Ұлы жеңістің 76 жылдығына қарсаңында Отан соғысына қатысқан Павлодар облысы бойынша ұлттық қауіпсіздік органдарында қызмет атқарған ардагерлеріне арналған ұрпаққа ұран болған ұлы ерлік атты естелік мемориал тақта салтанатты түрде ашылды. Бұл соғыс ұрпақтарының есінде мәңгілік қалады.